Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3-ші сынып 114-ші сабақ есептік және реттік сан есім. Сендермен бірге Майра апай әдеттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ал сендер лайк басып, подписация батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Жарайсыңдар балалар, тапсырмаға көшейік. 47-ші жаттығу: өлеңді тыңда. Жаңбыр. Жауа берші, жау жаңбыр, дала көркің жандан тұр. Жауа берші, жау жаңбыр, қаулап өссін алуан гүл. Жауа берші, жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр. Әрбір тамшың тамған дән асып жатсын қамбамнан. Бейсебай Кіріспайұлы. Өлеңде балалар не туралы айтылған? Өлеңде жаңбырдың пайдасы туралы айтылған. Жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады? Жаңбыр жауғаннан кейін шаң басылып, ауа тазарып қалады, кемпірқосақ пайда болады, егіндер шөлдерін қандырып, жайқалып өседі, барлық өсімдіктер лаулап өсіп, табиғат әсемдене түседі. Өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып жаз. Балалар, біз жаңбыр атты өлеңді жақсылап түсініп оқып алдық. Енді соның мазмұнына қарай әңгіме жазайық. Яғни әңгімеге жаңбыр жауса жер ырысы деген тақырып қояйық. Әрбір жаңбырдан соң жердің шырайы келіп, бау-бақшамыз жайнап өседі. Алуан гүлдер жайқалып, түкті кілемдей даламыздың көркі кіреді. Жаңбыр жауған сайын егістігімізден мол бидай жинап, қамбамыз астыққа толады. Сонда біздің де нанымыз көп, көңіліміз тыныш болады деп әңгіме жазсақ болады, балалар. 48-ші жаттығу: сандарды сөзбен жаз. Балалар, төменде бізге сандар берілген, сол сандарды сөзбен жазайық. 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67 деген сандарды сөзбен жазып шықтық. Бұлар қандай сан есімдер? Бұлар есептік сан есімдер екен, балалар. Дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар. Келесі 49-шы тапсырмада нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып сөйлем құра деген, балалар. Біз нешінші сұрағына жауап беретін мынандай мәтіндер құрап шықтық. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Біздің сынып бөлмеміз 2-ші қабатта. Мен 1-ші қатардың 4-ші партасында отырамын. Балалар, бұл жерде қызыл түспен жазылған сан есімдер нешінші сұраққа жауап беріп тұр. 3-ші нешінші, 2-ші нешінші, 1-ші нешінші, 4-ші нешінші деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі 50-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Бос төр көздерге тиісті әріптерді қойып, жасырынған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айт. Балалар, бізге әрбір фигураларға әрбір әріптерді жасырып қойған екен. Біздің төмендегі ұяшықтарда қандай фигура болса, сол әріпті қойып шығып, бізге жасырынған сөздерді табу керек. Яғни біз, балалар, кемпір қосақ деген сөзді тауып шықтық, балалар. Енді, балалар, бізде бұл кемпір қосақ қанша әріптерден тұрады екен? Санап шайық қане, балалар. Бізде кемпір қосақ 9, 10, 11 әріптен тұрады екен, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Келесі 51-ші жаттығуға көшейік. Ойлан, тап. Балықшылар қатар отыр, қармақтарын салып отыр. Балықшы Әшімқан ұстады 3 сазан. Балықшы Сақтаған ұстады 4 табан. Балықшы Құсайын ұстады қос шайын. Өзеннен қанша балықты ағалар аулап алыпты. Балалар, біз бұл жұмбақ өлеңнен қай аға қанша балық аулады және жалпы ағалар қанша балық аулағанын табуымыз қажет. Олай болса, бізге мынандай кіші есеп құрастыру керек, балалар. Әшімқан 3 балық, Сақтаған 4 балық. Құсайын қос балық, яғни ол 2 балық. Жалпы санап барлығын қоссақ, балалар, ағалар 9 балық аулап алған екен, балалар. Жарайсыңдар, дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар. Балалар, осымен бүгінгі біздің
жаттығуларымыз мен тапсырмаларымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.